Құқық қорғаушылардың жұмысы тек күшке ғана емес, жоғары ақыл-ойға да негізделген. Олардың қызметтерінде физикалық дағдылармен қатар интеллектуалды қабілеттер де маңызды, өйткені біреуі екіншісін толықтырады. Бүгін Алматыда ішкі істер министрінің кубогына шахматтан республикалық турнир өтті. Екінші жыл қатарынан ішкі істер министрлігінің Алматы академиясы Динамо дене шынықтыру спорт қоғамымен бірлесіп, Қазақстандық шахмат федерациясының қолдауымен еліміздің үздік құқық қорғаушы шахматшыларын жинаған бұл іс-шараны ұйымдастырып келеді. Осы залда құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері шахматтан бақ сынасып жатыр. Атап айтқанда ішкі істер министрлігі, төтенше жағдайлар департаменті, прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті және басқа да қызметтердің ең мықты шахматшылары шахмат тақтасының алдында жайғасты. Солардың ең мықтысы ішкі істер министрінің кубогына ие болады. Турнирге 10 команда қатысты, ал жарыс легі командалық және жеке біріншілікте өтті. Турнирді ішкі істер министрінің орынбасары Айдар Сайтбеков пен Қазақстан шахмат федерациясының президенті Тимур Турлов салтанатты түрде ашты. Олар қатысушыларға қолдау көрсету үшін ойынды бастап берді. Бізде интеллектуалды спортты дамыту керекпіз. Өйткені құқық қорғау органдары, күштік қорғау органдары қызметкерлері үшін бұл өте маңызды деп біз есептейміз. Бұл біздің логикамызға, дедукциямызға көмектеседі, және де шахматтағы әр қойған біздің жүрісіміз, ол біздің жұмысымыз сияқты бізден сондай қабілетті талап етеді. Шахмат спорты ғана емес, Қазақстанның күштік құрылымдары қызметкерлерінің арасындағы кәсіби өзара іс-қимылды дамытудың маңызды бөлігіне айналғанын атап өтті Қазақстан шахмат федерациясының президенті. Шахматы не только позволяют развиваться, но и строить хорошие отношения, открывать для себя новые знакомства и совершенствовать свое мастерство и социальные навыки. Турнир жеңімпаздарды салтанатты түрде марапаттаумен аяқталды. Чемпиондар кубоктар мен медальдарға, сондай-ақ бағалы сыйлықтарға ие болды. Бүгінгі турнир тарихта қалатыны анық.